ресторандарыңыз ғой, иә? Иә. Мына жерде что-то қымбат та тамақтар ше. Қымбат, иә. Сол кішкене. Қазір. Неге қымбат меню бересің? Мына ЛГБТ қалсын. Райондағы Бақуш братан. Қалайсыздар, амансыздар ма? Құдайға шүкір. Бақуш братанның сериалы басталды мінекей. Құттықтап қойыңыздар, поддержка беріп қойыңыздар, қолдап қойыңыздар. Жақын күндері Инстаграмға, ТикТокқа салатын боламыз. Соны айтайын деп. Кеше ресторанда счет слишком көп шығып кетті. Сол әркім өзінің жеген тамағының ақшасын жіберсінші ма? Ақша сұраған емес, ема қыздан ақша сұрай бересіңдер ма? Пофиг па сонда қазір дейтін. Маған жазбай қойшы енді, пожалуйста. Мынау жас қызықсың, қолымда ақшаң жоқ болсын, не үшін шақырасың ресторанға? Ескезір. Алло? Я Диас, ресторанға ма? Я барамын. Қайсы, хорошо. Ладно, потом сөйлесеміз. Мен тамақ жемедім да ғой. Тек с собой алып кеттім, сестраларыма деп. Қандай счетты айтып тұрсың сен? Мен вроде стейк, фуагра, цезарь с курицей, пицца, суши, 2-3 коктейль іштім ғой. Соған бұл әңгіме айтып жатсың, ой, жұмот немене ужас. Ой, бопты мақұл жібермей қойыңдар. Сосын мынау кім 6489 деген? Олжас, мына WhatsApp-тан өшірмей қой мені, тұра берсін. Жарай ма? Миллион командасының парақшасында соңғы салған постымыздың астына Ерам туралы жазып кетті көбісі. Не болып қалды бұған? Жүйті қой деп қоям. Және ондай жігіт емес еді ғой Ерам деп қоям. Сөйтсем бәрі 5000 теңге берем деп өз оқырмандарына мен туралы жазындар жатыр екен ғой. Болмайды ғой. Мен 10 мың берем. Жаздыр. Постын жүк келе жатырмыз. Иә. Топ ауыстырдым бүгін. Тобым атаған дейтін. Альфа. Альфакер. Зормыз. Анау Көктөбедеміз. Қой жолдың еш шыға ма? Шпалдың есі. Шпал ағаш. Шпалдан істесең өртен. Мода жолаушылар дейді. Көктөбедеміз қанат келген. Әдем болып жүрміз. Хабарласып мазамды аққамаңыздар енді. Әр күні хабарласайық. Миллион фандар жақсы жандар, біздер жаңада жақында трек күтіңіздер. Шымен осындай болмайтын қалжыңдарын тұра бермесіндер. Кетті. Саят аға өткенде мен инстаграмға салғамын да негізі. Саят ағаның сахнаға шыққан кезде қанайдың үйінен сұрқысы қосылып кетсе деп әзілдегенмін ғой, сол үшін сізден кешірім сұраймын. Кешірім сұраған адамды кешіресің ғой, қайда барамыз? Енді осы бозторғай әнін бірге орындап көрейікші, мүмкіндік болса. Қайырмасы айтайын. Тіршілікте айнымаста тағдыр босқа. Адам болмайтын адам бәрі болмайды екен бе? Айтып қояйық. Пожалуйста, айтшы. Мынау әлі бұл барсайшы. Аға бір өлең айтып берейінші. Диапазон тыңдаңызшы. Олай кетші көкшолақ, болай кетші көкшолақ, жаңа қарай кет, жаңа қарай кет. Құттауға келдік құдай қаласа. Жігіттер күтіп алдық. Ертең осындамыз енді 2 күн. Жаңа өзен. Ары қарай жаңа өзенге баратырмыз иншалла. Мұнайшылардың өлкесі күтіңіздер бізді.